Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы суреттерді сақтау және ашу. Бүгінгі сабақтан суреттерді сақтау және ашуды сақталған суреттің кеңейтілімін үйренетін боласыңдар. Компьютерде сурет салу үшін не істеу керек? Paint графикалық редакторын қосқаннан кейін оның терезесі ашылады. Жаңадан сурет салу үшін Paint'тің батырмасын шертіп, құру, яғни создать командасын таңдау керек. Құрал саймандар тақтасынан қарындашты таңдап алып, сурет салу алаңында тінтуірдің сол жақ батырмасын шерту арқылы қалаған суретті сала аламыз. Балалар, олай болса, кітаптағы 55-ші беттегі суретті Paint графикалық редакторында салып көрейік. Paint графикалық редакторын ашу үшін ең әуелі пуск батырмасын басамыз. Одан кейін все программы, яғни барлық бағдарламалар батырмасын басамыз. Одан кейін мынада терезе ашылады. Төмен қарай түсу арқылы стандартный, яғни стандартты батырмасын басамыз. Одан кейін міне стандарттың ішінде ең бірінші Paint деп тұр, осы Paint батырмасын басамыз. Міне бізге Paint редакторының интерфейсі ашылды. Балалар, бұл жерде инструмент деп тұр, бұл құрал саймандар тақтасы. Ал бұл жердегі міне төрт бұрышты ақ алаң, бұл сурет салу алаңы деп аталады. Балалар, Paint графикалық редакторы ашылды. Бұл жерде өзіміздің қалаған суретімізді салуға болады. Біз түсінікті болу үшін 55-ші беттегі суретті салып көрсетейін. Біз бұл жерде қарындаш батырмасын басайық және оның сызығын жуандатайық және суретімізді салып бастаймыз. Өшіргішті пайдаланамыз. Керек емес жерлерін осылай өшіруімізге болады. Егер қисық кетіп жатқан жағдайда өшіріп тастаймыз. Және қалам батырмасын қайтадан алып, дүзеп сызуымызға болады, балалар. Және бұл жерде фигураларды пайдаланып күннің суретін салуымызға болады. Міне балалар, осылай суретімізді әуелі салып аламыз. Одан кейін өзіміздің қалауымыз бойынша мына жерде міне құю батырмасы бар. Осы батырманы алып түрлі түске бояуымызға болады. Мінекей балалар, біздің суретіміз дайын болды. Енді суретті салып болғаннан кейін оны сақтауымыз керек. Ол үшін үстіңгі сол жақ бұрышындағы Paint батырмасын басамыз және сақтау, яғни сохранить командасын орындауымыз керек. Сохранить командасын басқаннан кейін дәл осындай бет пайда болады. Бұл жерде біз салып отырған суретіміздің атауын беріп сақтауымыз керек. Мысалыға жайлау. Міне одан кейін
сохранить батырмасын басып сақтаймыз. Мінекей балалар, біздің суретіміз сақталды. Енді қай жерге сақталғанын ашып көрейік. Тағы да пуск батырмасын басайық. Мой компьютер батырмасын шертеміз және сол жақ панеліндегі изображение батырмасын басамыз. Міне, біздің суретіміз осы жерге сақталды. Енді суретімізді тауып алуымыз керек. Мінекей, бізде жайлау деп тұр. Paint графикалық редакторындағы салған суретіміздің кеңейтілімін суреттің үстінен тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, свойства командасын таңдап, кеңейтілімін біле алады екенбіз. Суретіміз PNG кеңейтілімінде сақталған екен балалар. Мінекей, дәл осылай Paint графикалық редакторында өз қалауыңдағы суретті салып, сақтап үйрен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.